2026 жылдың 23 тамызында Қазақстан тарихында алғаш рет құрылтай сайлау өтеді. Осыған орай орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына сәйкес күнтізбелік жоспарын бекітті. 13 шілдеге дейін 7 саяси партия үміткерлерінің өз тізімін нақтылады. Ал 23 шілде кешкі 18:01-ден үгіт-насихат жұмыстары басталды. Шымкент қалалық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Құнанбаев Қайырбек Көбекұлының айтуынша, республиканың 3-ші мегаполисінде Шымкент қаласы әкімдігінің шешімімен 57 орын белгіленген. Сол орындарда үгіт жұмыстары жүргізіледі. Осы сайлауға Шымкент қаласының 371 сайлау комиссиясы қатысады. Оның біреу қалалық, 5 аудандық және 365 учаскелік комиссия. Ода 2881 комиссия мүшесі жұмыс атқаратын болады. Сонымен бірге біздің 1 шілдеге осы 2026 жылғы Шымкент қаласында 709.777 сайлаушы бар. Алайда біз заңға сәйкес 20 күн қалғанда, 2 тамыз күні жергілікті атқарушы органдар бізге соңғы тізім жасап, қазір білесіздер ғой, кейбір адамдар осы уақытта Шымкент қаласында болады, әскерилер бар, солардың тізімге қосып, соңғы тізімін бізге беретін болады. Соған байланысты біз тізім бергеннен кейін, 2 тамыз біздің ең соңғы осы сайлауға қатысатын сайлаушы тізімі белгілі болады да, содан кейін орталық сайлау комиссиясы 1% қосқанда бюллетень дайындайды. Енді оны алғаннан кейін біз 5 күнде сайлау комиссиясы өңдеп 7 тамыздан бастап әр сайлаушы өзінің учаскесін белгілеп, сол жерге барып, өзінің осы жерде тізімде бар ма екен, немесе сәл қателіктер болмаса соның бәрін өзі нақтылауға болады. Нақтылағаннан кейін, егер басқа жерде учаскеден кейін жақындарда осы жерге көшіп келген болса, ол өзінің мекен жайын анықтамасы көрсеткеннен оны тізімге қосылады. Бұл жұмыстар бізге күнделікті 22 тамызға кешкі 18:00-ге дейін жалғаса береді. Құрылтай сайлауы жаз мезгілінде өткелі тұр. Бұл маусымда демалысқа баратындар да аз емес. Оған қоса сапарда болатын азаматтар да бар. Осыны ескерген аумақтық сайлау комиссиясы 7 тамыздан бастап 1% көлемінде есептен шығару куәлігі берілетін ескертті. Мәселен, әр азамат өзі барып, немесе сенімді адамын жіберіп, есептен шығару куәлігін алады. Ол үшін ешқандай құжатты нотариусте бекітудің қажеті жоқ. Ал еш жерде тіркеуде жоқ азаматтар не істеу керек? Төраға мұны да нақтылап түсіндірді. Келесі шығарылымда толығырақ айтамыз. Әділет ТВ-мен бірге болыңыз.